Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен өте дәмді бір жасағаннан шығатын манпар тағамын жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, әсіресе үйдегі ер азаматтарыңыз өте жақсы көріп кетеді. Бір жасағаннан қайта-қайта сұрай беретін болады. Ең алдымен заттарымыздың барлығын аршып, бір түйір қамыр илейтін боламыз. Бір жұмыртқаға илейміз. Барлық керекті заттардың барлығын описанияға жазып қалдырамын. Міндетті түрде сол жерден көріңіздер. Ең алдымен етімізді осылай көбіктеп турап аламыз. Барлығын осылай біркелкі қылып көбіктеп тураймыз. Одан кейін қызып тұрған табаға етімізді салып қуырамыз. Етіміздің барлығын салып, осылай араластырып, бетін жауып қоямыз. Етіміз қуырылғанша пиязымызды, сәбізімізді барлығын осылай біркелкі көбіктеп тураймыз. Картошкамызды, чеснок, перец, редькаларымыздың барлығын біркелкі қылып көбіктеп турап шығамыз. Оған дейін етіміз өзі суы шығып қуырыла береді. Суы тартылғаннан кейін барып, пиязымыз бен сәбізімізді салатын боламыз. Переціміз менде бір ашты перец және тәтті перецтен қостым. Сіздер дегенін ашты тамақты ашты қылмай ішетін болсаңыздар, тәтті перецтен сала берсеңіздер болады. Неке етіміздің суы тартылып қуырылып шықты. Үстіне сәбізіміз бен пиязымызды салып 1-2 минут қуырамыз. Жақсылап араластырып. Пиязымыз бен сәбізіміз қуырылғаннан кейін үстіне редькамыз бен перецімізді саламыз. Мен бұл тағамды кішкене аштау жасағанды жақсы көремін. Егер аштыны қаламайтын болсаңыздар, тәтті перец сала берсеңіздер болады. Мен жартылай ашты перец қолдандым. Одан кейін 1 ас қасық томат пастамызды саламыз. Содан жақсылап араластырып, тағы да бетін жауып 3-4 минутқа қуырамыз. 3-4 минуттан қуырылғаннан кейін картошкамыз бен чесногымызды араластырып бірге саламыз. Чеснок 4 штук жетеді. Картошкамыз қуырылғаннан кейін үстіне 3 литрдей су құямыз. Содан кейін суымызды толық құйып біткеннен кейін қайнауға қоямыз. Ашылып бір қайнағаннан кейін астын оттың басып 1 сағаттай өз бабында қайнауда ұстаймыз. Және қайнаған кезде тұзын, бұрышын көріп, дәмін көріп, дәміне қарай жетіспесе тұз бұрыштарын салсаңыздар болады. Оған дейін біз тестамызды жаңа жайып аламыз. Одан кейін жіңішке етіп тураймыз. Дәл осы видеодағындай көбіктеп турап шығасыздар. Қатты жұқа қылмайсыздар тестаны. 2-3 мм қалыңдықта жаясыздар. 2 мм жайсаңыздар өте жақсы болып шығады.
Дәл видеодағындай ұн салуды ұмытпаңыздар арасынан тестаның, сонда бір-біріне жабыспай шығады. Шашылып, күшті жайылады. Қайнап жатқан суымызға тестамызды саламыз осылай. Одан кейін 5-7 минут қайнатамыз. Мына 5-7 минутта қайнап шықты. Бетіне кинзамызды саламыз. Кинзаны міндетті түрде салыңыздар. Тағамға өте жақсы дәм береді. Одан кейін осылай толық араластырып 1-2 минут қоямыз. Болды, осылай тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Менің каналыма дамуына үлес қосып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Тағы да қандай видеолар күтесіздер, комментарийға жаза кетіңіздер.